Сәлеметсіздер ме балалар? 2 сынып қазақ тілі 131 сабақ дара және күрделі сан есім. Бүгінгі сабақта мәтін мазмұны бойынша сұрақ қоясың және де жауап бересің. Хабарландыру жазаласың. Балалар, ең алдымен сабағымызды бастамас үшін міндетті түрде осы каналға тіркеліп, видеоға лайк басып және де қоңырауша белгісінде басып қойуды ұмытпаңыздар. Сол кезде келесі сабақтарды оңай таба алатын боласыздар. Ал олай болса, сабағымызды бастаймыз. 44-ші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Алматы облысы Есік қаласынан табылған алтын адам бейнесі дүние жүзін таңғалдырды. Қорғанға сақтың жас көсемі жерленген екен. Оның тәжінен бастап аяқ киіміне дейін жылқы, барыс, таутеке, арқар және түрлі құстарды бейнелейтін 4000 алтын әшекей қадалған. Бас киімінің алдыңғы жағына 4 алтын жебе салынған. Енді осы мәтін бойынша тапсырмаларды орындайық. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Бірінші сұрақ: алтын адам қай жерден табылды? Алтын адам Алматы облысы Есік қаласынан табылды. Екінші сұрақ: қорғанға кім жерленген? Қорғанға сақтың жас көсемі жерленген. Үшінші сұрақ: алтын адамның тәжінен қанша алтын әшекей табылған? Алтын адамның тәжінен 4000 алтын әшекей табылған. Төртінші: алтын адамның бас киімінің алдыңғы жағына қанша алтын жебе салынған? Алтын адамның бас киімінің алдыңғы жағына 4 алтын жебе салынған. Балалар, міне осылай сұрақ қойып жауап беруге болады. Мәтіннен сан есімдерді тап, олардың дара, күрделі екенін ажырат. Мәтіндегі сан есімдер 4000 және де 4 сөздері. Бұл жердегі дара сан есім 4 сан есімі, күрделі сан есім 4000. 45-ші жаттығу: хабарландыруды оқып, оның дұрыс жазылмағанын дәлелде. Хабарландыру: сәуірдің 21-ші күні оқушылармен ұлттық мұражайға саяхат жасалады. Мұражайға кіру ақылы. Дәлелдеу барысында төмендегі сұрақтарды басшылыққа ал. Хабарландыру кімдерге арналған? Хабарландыруда не туралы жазылған? Саяхаттың уақыты, орны нақты жазылған ба? Хабарландыруды жазған кім? Бұл хабарландыру дұрыс жазылмаған, себебі толық емес. Хабарландыруда шақырылатын адамның немесе ұжымның атауы жазылу керек. Одан кейін барып өтетін уақыты, күні жазылады. Және де қай жерде болады, орны мен мекен жайы толық көрсетілу керек. Және де бұл хабарландыруды кім жазып жатыр, сол адамның немесе ұйымның атауы жазылу керек. Бұл хабарландыру кімдерге арналғаны белгісіз. Және де хабарландыруда ұлттық мұражайға саяхатқа шақыру туралы жазылған, бірақ нақты кімге екені белгісіз. Және де уақыты жазылмаған, мекен жайы, орны жазылмаған. Хабарландыру жазған адамның немесе ұйымның да атауы мүлде көрсетілмеген. Сондықтан да бұл дұрыс емес. Хабарландыруда сан есімнің қай түрін қолдандың? Хабарландыруда 21 деген сан есім қолданылған. Бұл 21 деген сан есім күрделі сан есімге жатады. 46-шы жаттығу: үлгі бойынша өзің хабарландыру жазып көр. Хабарландыру: құрметті оқушылар, ертең 14 наурыз күні сағат 15:00-де мектептің акті залында кімнің мекені жақсы ертегісі бойынша қойылым болады. Кіру тегін. Мектеп әкімшілігі. Ал енді балалар, осы үлгідегі хабарландыру бойынша өзіміз хабарландыру жазып көрейік. Хабарландыру: құрметті оқушылар, ертең
5 мамыр күні сағат 14:00-де мектептің акті залында ұлы жеңістің 80 жылдығына арналған «Жеңіс тұғырында» атты мерекелік концерт болады. Кіру тегін. Мектеп әкімшілігі. 47-ші жаттығу. Жұмбақты оқып, шешуін тап. Бірін-бірі қоштаған. Бір үйден көрдім 42 дос жаран. Жұмбақтың жауабы 42 әріп. Жұмбақтағы сан есімдердің дара, күрделі екенін ажырат. Жұмбақтағы сан есімдер 1, 42 деген сөздер дара сан есім 1 сан есімі, күрделі сан есім 42 деген сан есім. 48-ші жаттығу. Сурет бойынша әңгіме құрастыр. Балалар ең алдымен әңгіме құрастырмас бұрын берілген суретке жақсылап назар салып, қарап алғанымыз жөн, одан кейін ғана барып әңгіме құрастыруға болады. Суретте не бейнеленген, онда адамдар не істеп жатыр, және де қай мезгіл бейнеленген, соның барлығын жақсылап қарап алу керек. Менің ойымша, жаз мезгілі бейнеленген сияқты, және де ауа райы салқын болып тұрған сияқты, өйткені балалар қалың киініп алған. Мен суретті жақсылап қарап алдым, енді әңгіме құрастырып көремін. Менің құраған әңгімемді жақсылап тыңдап көріңдер. Бүгін ауа райы салқын болып тұр. Кеше күні бойы жаңбыр жауып, аздап жел тұрған. Әжем бұрын айтатын еді. Жаңбырдан кейін саңырауқұлақтар тез қаулап өседі деп. Ойнап жүрген аңсар мен заңғарды ертіп, саңырауқұлақ теруге бардық. Шынымен де саңырауқұлақтар өте көп екен. Лезде себетімізді толтырып, үйге қайттық. Балалар, міне сурет бойынша осылай кішігірім әңгіме құрастыруға болады. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сіздерге бұл сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Егер де сабақ ұнаған болса, міндетті түрде осы каналға тіркеліп қойыңыздар, және де осы видеоға лайк басып, видеоның астындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сол кезде келесі сабақтарды оңай тауып алатын боласыздар. Назарларыңызға рахмет. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін де рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.